Құрметті қазақ елі, Шымкент асық ату федерациясының ұжымы Нұрғанатпен және Диас бауырымызбен кездесіп, осы жерде асық ату ойынын көріп отырмын. Мінекей видеоға түсіруді жөн көрдім, өйткені бұл ойын біздің ата-бабамызда қалған ұлттық мұра, ұлттық құндылықтарымыздың бірі асық ату ойыны ол. Мінекей жас балалар қазір ойнап, дәріптеп, насихаттап жатыр. Қатты риза болып отырмын. Менің айтайын деген, неге осындай ұлттық ойындарды тікелей спорт телеканалдарда көрсетпеске, неге насихаттау, дәріптеу бағытында телеарнада көрсетпеске осы балаларды. Ол біздің ұлттық мұра ғой. Өзіміздің ұлттық мұрамызды дәріптемесек, насихаттамасақ, келер болашаққа қалай біз мұра етіп тастап кете аламыз. Қараңыздаршы, қандай керемет ойын болып жатыр. Мінекей 6 метрден ату керек. Бұл тек қана атып қана қоймайды, шынығуына, концентрацияның дамуына және дененің біркелкі әдемі қалыптасуына бірден бір септігі бар ойын. Қарасаңыздар, мінекей теннис сияқты қазір. Сол біздің ата-бабамыз осындай ұлттық ойынды бізге тастап кеткен. Біз үшін үлкен жауапкершілік деп ойлаймын. Балаларыңызды асық ату үйірмесіне беріңіздер. Тоғызқұмалақ ойынына беріңіздер. Ұлттық мұрамызды, ұлттық ойындарымызды бірге насихаттайық, бірге атсалысық. Мұраларымызды қолдап, насихаттап жүруге сіздерді шақырамын, қазақ елі. Аман сау болыңыздар. Пікірлеріңіз болса жазып кетіңіздер. Және де бізді қолдап кетіңіздер. Өйткені бізде қазіргі кезде телеарналарда көп қолдай бермейді. Спорт арналары біздер көріп отырса, ойланып, осы асық ату спортына көп көңіл бөлсе екен деймін. Өйткені біз қазір шетелде тұрып, осы асық ату ойынын дәріптеп жүрміз. Қазір өзім Мажарстаннан келдім, Венгриядан. Мінекей қараңыздаршы, қандай керемет ойын. Осы телеарналарда түсірсе, бұл да футбол сияқты асық ататындарға жанкүйерлер пайда болады. Әрбір асық ататын ойыншының жанкүйері болады. Өте жоғары дәрежеде дамиды деп ойлаймын. Бірлік түбі тірлік дегендей, ұлттық мұрамызды бірге насихаттайық. Аман сау болыңыздар.